Өзбекстанда жағдайды салыстырума бізге көп нәрсені Өзбекстаннан өзге тұтуымыз керек, бірақ бір жағынан ескеретін болса, ол жерде бір тілдік ортаны ұмытпай мысалға, бізбен салыстыруға мүлдем болмайды. Екіншіден, бізде осындай түрлі әлеуметтік жобалармен бірінші құрылтайға барған кезінде есімде Жамағат.kz осындай әлеуметтік желілер, тағы басқа ашу жөнінде бастамалар болған. Бірақ жаңа айтып отырмын, біздің деңгейіміз әзірше сайт көлемінде қалады да, біз андай күрделі жобаларға әлі біздің интернет қауымдастық әлі кіріскен де жоқ. Солға жаңа айтып отырған біздерге осындай жиындарда күн тәртібіндегі мәселелердің тізімін кеңейтіп отыру керек, жаңа нелерді қарастырып. Соңғы сұрақ, 2025-ке дейін күтіп отырмай, латын тілін қазірде енгізе берген. Мен бұл жерде бүгін жаңа латын әліпбиі мәселесін көтергендегі негізгі ой мынада болып тұр. 2025 жыл латын әліпбиіне көшеміз деді. Біз сол 2025-ті күтпей талқылауды ең болмаса қазірден бастайық. Неге талқылауды? Себебі мен мысалға қазір өзім жүргізіп отырған бірнеше сайттар болатын болса, сол бүгіннен бастап латын әліпбиіне көшіруге мысалға мен дайынмын. Бірақ филолог ғалымдар тарапынан бір ой жоқ, бір ортақ пікір жоқ. Бірақ латын қарпына 27 әріптен немесе 27 ол әлі бір жүйеге түскен жоқ, мысалы бұл тұтас мемлекет көшетіндіктен нақты алфавиті жасалу керек. Ал ол жасалмай тұр, біз көше аламыз ба? Сол айтып отырған. Сондықтан да қазір сол жаңа филолог ғалымдар, мысалға елбасы қашан айтты? Сол уақыттан бері осы филолог ғалымдар екі тікелей министрлік қатысы бар. Білім беру бар, мәдениет министрі. Солардың өкілдерінің тарапынан дұрыс естіген жоқ. Сондықтан осы аптада, келесі аптада, сенбіде біздер аманат клубының отырысын өткізіп жатырмыз. Соған әдейі жаңа Алматыдан, тілдер институтынан, министрліктің өкілдерін шақырып, біздерге тұтынушыларға бір ортақ бір пікірді айтыңызшы. Қай жүйеге, қандай әріптердің несіне көшеміз, қайсысы дұрыс. Себебі латын әріпіне көшеміз деген кейін түрлі интернет ресурстарда, әсіресе орыс тілді интернет ресурстар сын басталды. Қайтадан бетті, тағысындағы басқады, трагическая ошибка, казах тіпті жазып жатыр, мысалға. Ертең ал орыс тілді қауымдастықтың бізге айтары үнемі осындай. Сіздер ең бірінші өздеріңіз ақылдасып алыңыз, дауласып жатасыздар. Мысалы кезінде естеріңізде ме, Қызылжар мен Павлодарға байланысты, атауларына байланысты дау басталған кезде мынандай пікірталас басталды да, ал енді өздеріміз қазақ тілді қауымдастықтың ішінде біреу Кереку, біреу Сарыарқа, біреу Ертіс дауласып кетті, бір ортақ пікір жоқ. Сол сияқты ертеңде басқаларға түсіндіреміз дейміз, ең алдымен осы қазақ тілді аудиторияның өзінің алдымызда бір шешім болып алсын. Егер де оны соны тез анықтап алатын болсақ, қазірден бастап біздегі бар материалдардың бәрі қатар латын әліпбиінде жасай беретін едік. Сонда біз бір шама жұмысты қазірдің өзінде атқарып қойдық. Ол үшін бізге бір нақты жауап керек, өкілетті органдар тарапынан. Оларға бекітетін түбінде филолог ғалымдар айту керек. Солардың ұсыныстарының негізінде өкілетті органдар бір нұсқаны қазірдің өзінде оны 12 жыл бойы сол нені созбай, қазір оны анықтап алу. Ал 12 жылдың ішінде көшу керек. 12 жылдың ішінде біздер балдарына 12 жылдық мектеп дейміз ғой қазір. Соның барлығын оқулықтан бәрін аударуды қазір бастауымыз керек. Ал ол үшін бүгіннен бастап анықтап алуымыз керек. Менің ойым сол. Рахмет.